Ал, құрметті оқушылар, келесі сабағымызды бастаймыз. Келесі сабағымызды жалпы жетілдіруші жаттығуларын бастаймыз. Дайын болсаңыздар, бастайық. Қолдарыңды иыққа қоямыз, алға қолды белге қоямыз, екінші иыққа қоямыз, жоғары көтереміз, иыққа қоямыз, белге қоямыз, иыққа қоямыз, жоғары көтереміз. Осылай 4-5 рет қайталаймыз. Қолдарың түзу, аяқтарыңның көтергенде, жоғары қарай көтергенде, аяқтың ұшымен тұру керек. Балалар жаттығу жасағанда асықпай, біркелкі, бір қалыпта жасау керек. Қолдарың жоғары, иықта, белде, иықта, жоғары, иықта, белде болу керек. Келесі, әрбір жаттығу жасаған соң 1 минут жаңағы демалыс, 5-6 секунд демалып, қайтадан келесі жаттығу жасауға болады. Келесі жаттығымыз басты оңға, солға, артқа, алға. Оңға, солға, артқа, алға. Оңға, солға, артқа, алға. Балалар жаттығу жасағанда асықпаймыз. Әр жаттығуды өз жаңағы үйде жасап жатқандықтан өз мүмкіндіктеріңе қарай, жаңағы біз жіберген видеоға қарап, дұрыстап жасауларыңа болады. Келесі жаттығуымыз қолды алға қоямыз. Екі жаққа бұрып барып, жаңағы жаттығуымызды жалғастырамыз. Қолды алға қоямыз, оң жаққа, сол жаққа бұрылып, қолдарымызды соңына дейін созамыз. Алақандарың алға қарап тұру керек. Жаттығуды жасағанда жаңағы бүкіл қауіпсіздік ережелерін сақтай біліңдер. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бұрылғанда жаңағы тек қана денелерің ғана бұрылу керек. Аяқтарың сол қалпында қалады. Әр жаттығу жасағанда өздерің техника қауіпсіздігін сақтап тұрыңдар. Келесі жаттығымыз қолды иыққа қоямыз, алға 4 рет, артқа 4 рет айландырамыз. Алға 4 рет, алға 4 рет. 3, 4, артқа қарай. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы балалар. Осылай әр жаттығу жасағанда 1-5 секунд демалып алуға болады. Алға қарай еңкейеміз, артқа шалқаямыз. Оң жаққа, сол жаққа еңкейеміз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы оқушылар. Осы жаттығуларды жаңағы видео қарап қайталап отырамыз. Келесі жаттығымыз қол алда, артқа шалқайып барып, еңкейіп, аяққа қолымыз тигізіп отырғызамыз. Алға, артқа шалқаямыз, қол алда, еңкейеміз, отырамыз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы балалар. Келесі жаттығуымыз оң жаққа, сол жаққа жаңағы отырамыз. Аяқтар, қолдарың аяқтың ұшына тию керек. Аяқтарың түзу, қолдарың да түзу болу керек. Оң жаққа, сол жаққа, екі жаққа отыру. Жаңағы өздеріңнің тепе-теңдіктеріңді сақтай білу керек. Жасағанда 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы оқушылар. Осымен жаңағы жаттығуымызды ары қарай жалғастырамыз. Секіру. Алақандарың мен алақандарыңды бірге қосып, аяқтарыңды жазып, қайтадан 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Өте жақсы балалар. Осының барлығы жаңағы біздің жеңіл атлетикаға арналған жаттығулар болғандықтан, барлығын сол жеңіл атлетикаға қатысты жаттығулар жасаймыз. 1, 2, 3, 4. Осымен жаттығымыз аяқталды. Демаламыз.